Қазақ қыздары ол менің, сенің Ақбек қарындастарың ол. Қазақ қыздары деп общий айтып отыр. Ол бір адамды айтып отқан жоқ. Ол бір адам болса, ол бес саусақ бірдей емес. Это не означает то, что сен ойлағандай барлық қыздар сондай жоқ. Мықты ап-әдемі қарагөз сұлу қыздарымыз бар. Сен көрмей жүрген, сенмен сөйлеспейтін, сен менсінбейтін, маңына жолатпайтын қарагөз қыздарымыз бар. Сен ойлама, ойбай, анау мынаумын деп. Артық кетесіңдер. Тілге байқап сөйлеу керек, басқа бәле тілден дейді. Тіліңді кесіп алса бар ғой, ренжисің ғой. Қазақстанға келдік, қонақ жайлық емес екен, басқа екен деп. Не бір мықты азаматтар бар, намысшыл. Басы істемейтін адамдар да бар, сотталып кетсе де оған өкінбейтін. Лично өзім айтқан сөзіме жауап берем, лично өзім сотталып кетсем де мен 1 грамм өкінбеймін. Менің әкем де оған өкінбейді. Дұрыс дедің балам деп отырады. Қазақ жігіттер дайректен жазып жатыр, жан-жақтан. Адеке 100 бала бармыз. Шымкентте құрдастарымды алып келем, достарымды алып келем дейді. Түркістаннан жазып жатыр. Тараздан келеміз, бауырым. 40 бала, 1000 бала алып келем деп тұр Тараздан. Луговойдан кеше Ербол Бықыбаев сондай. Адеке 10 бала алып келіп тұр. Не хулиган жасап түссек болады дейді. Ербол Бықыбаев ақындар ғой. Айтам, не тыныштал, тоқтат әлі. Разумно, шешеміз разумно бұл вопросты. Барып самосуд жасап ойбай десаған тоже бір жағынан болмайды. Егер көреміз госорган не дейді, қалай болады деген секілді. Самосуд жасауға болмайды ол, бір жаққа жиналып барлығын. Жинал 6 секунд жиналады қазір. Қазақстан түкпір-түкпірінен нарын қолдан келгеннен жазып жатыр ағайындар. Сол секілді жан жақтан батыстан қаншама ағайындар жазып жатыр. Орталықтан солтүстік Қазақстан өзін жігіттерін алардығы дұрыс болмапты анау деп. Дайректте мыңдаған смс жазып. Рахмет ағайындар. Достар, осындай шетелден келген бізде кейбір қонақтар, блогерлер болады, осылай стримге шығып, сөйтіп қазақ халқының қыздарын жамандайды да, короче, эфирде ше. Ең намысқа тиетін арасында қазақ жігіттер жүрді ше. Бізде қыздар тола ғой, анау чё там любой деген сияқты әңгімелерді айтады да. Мен айтамын да, намыс қайда? Қазақ бауырларында шетелден қонақ келді ма деп енді аузына түсіп, астына түспейтін шығарсыңдар енді шли. Ол біріншіден, екіншіден енді Сабуровқа 50 жыл мемлекетке кіруге рұқсат етілмеген болса, бұл блогерлерге де тымсыз Қазақстанға 50 жылға кіргізбеуді ұсыну керек қой негізінде. Қазақстан мемлекеті ол қарап тұратын жігіттердің мемлекеті емес, бұл жерде нағыз намысшы жігіттер бар. Бұл сөз нағыз тиіп кететін, және де бұлар блогерларды ұстап алса, бір жерін айраңдататын, былай айтқанда. Сондай қателік бар шығар, кейбір қыздар жазып қояды өздерше. Айтарым қыздарға, бір шетелден жалтыраған нәрсе көрсеңдер, ол сендерге бір алтын болып көрінетін шығар, бірақ жалтыраған бәрі алтын емес. Қажет емес, олай сырттан келген бір қонақтарға жапсып, еркегі болсын, қыздары болсын, дұрыс нәрсе емес негізінде ол. Шамалы өзіміздің орнымызды білейік, намысымызды білейік, елімізді құрметтейік, абыройымызды құрметтейік достар. Бұндай блогерлерді Қазақстанға келмей-ақ қойсын, келіп осыны әңгімелер айтып жатса, намысшыл жігіттер өз орнына қоя алады деп ойлаймын. Кешелі бері әлеуметтік желіде қазақ қыздарына қорлау, ауыр сөз айтқан шетелдік блогерлерге қатысты орынды сындар, ашу ызалар айтылып жатыр. Солай болуы да керек. Қазақтың бір несін айбатын көрсетіп қою керек, қазақ жігіттері намысты. Алайда өзімізде кінәліміз деген тұстар бар. Расымен оған келсем, не себепті кінәліміз? Бәрі өзімізден қазақтың жігіттері мойындауымыз керек. Шетелдік болмасын, өзіміздің жерімізде өзі қазақ қыздарын көнбесе көшеде пышақтап өлтіріп кетіп, білесіздер Шымкенттегі Нұрайдың оқиғасын. Одан кейін ажырасып кетсе, әйелін баласымен цыган дегеннен кейін, конечно, шетелден көріп отқандар күле қарайды. Бұл жақта қыздың құны жоқ екен дейді. Ашуыңызды келтіреді, бірақ та бұндай нәрсені болдырмау үшін алдымен өзіміз де қыздарымызды қолдауымыз керек, қорғауымыз керек. Өзгенің жаңағыдай қорлауына жол бермейтін болсақ, бірінші өзіміз де құрметті үйреніп алуымыз керек та. Сондықтан әлеуметтік желіде жаңағыдай ұрамыз, соғамыз деп жатыр ғой. Заңды жазасын алсын. Бірақ құрметті жігіттер, ондай уақытта өзіміздің қарындастарға қандай қарым-қатынас жасаймыз, соны да көріп білейік. Соған өзімізге де баға берейік. Менің айтарым осы, әрине, шетелден келді ме, расымен арттарын қысып, елде тыныш жүріп, тыныш қайту керек. Қонаққа қонақ өз орнын білу керек. Ассалаумағалейкум. Шетелдік блогерлер келіп, ауылына келіп құсып, көшедегілерді мазақ қылып, қорлап, қыздарымыз жайлы андай сөздер айтқаны жаман батып жатыр ше негізі. Не дейміз енді оларға?
жаман сөздің түр келіп мына жерге жиналып тұр ғой, мына жерге. Шолпан дейміз енді. Заң қатал, қол тигізуге болмайды, сотталасың. Соттайды, жабады. Небір батырларымыз осы ар намыс үшін, қазақ үшін сотталып жатыр, жабылып жатыр, кетіп жатыр ғой. Олар бар ғой, мына осындай істеген істері үшін 15 сутқа жабылғандары. Не бол? Түк емес қой 15 сут деген. Отырады, демалады, әңгіме айтып, шай ішіп шығады ғой 15 сутқа. Заңды қаталдату керек мынау. Ар намысқа тиетін, елге, ұлтқа, ұлтаразықты тудыратын нәрселерге айтқан адамдарға заңды қаталдату керек. Болмайды. Негізінде бар ғой, бұларға заңнан аттамай-ақ ше, кездесіп талай нәрсе айтуға болады, заңнан аттамай-ақ, сотталмай-ақ. Дұрыстап кешірім сотуға болады негізі. Соны сөйлесейік, кездесейік. Олар қай жерде отыр екен қазір? Қандай мерзімде шығады екен, сөйлесейік те, жолғаяқта. Сосын мен бұрыннан бала кезімнен бар ғой, мынандай адамдарды көрем да. Ой, не қыласың? Көзің жұма сал, көрмей қой. Үндемей тірлігің істей берсейші, бүйтсейші, сөйтсейші. Түсінбейме ондайды. Бәрі ақшамен тек сонымен ғана өлшенбейді ғой. Ондай сөз бар ғой. Орыстардың айтатын сөз бар ғой. Мы тоже знаем, где нам выгодно дейді да. Но мы выбираем честь дейді да. Сол сияқты ар бар емес па, намыс бар емес па. Тек қана пайдамен ғана өлшенбейді ғой бәрі. Әрине, ешкім сотталғысы келмейді. Ешкім басына пәле тудырғысы келмейді. Сонымен үндемей отыра берген болмайды. Айту керек, нету керек, тыйду керек. Заңды қаталдату керек. Алматыда болып жатқан оқиғаны көріп жатсыңдар ғой барлықтарың, иә? Ана бір бомағыр блогерлер келіп қазақтың қыздарын, қазақтың намысын таптап жүрген. Қазір 15 суткаға қамалған, действительно әділет хандар да айтып жатыр. Олардың аяқ қолын сындырып тастайтын еді деп ше. Бірақ аяқ қолын сындырып тастайтын біраз жігіттер зонада жатырдар. Действительно қазіргі жастардың өсіп келе жатқан жастардың бейнесі анау. Олар келеді жастарға сол жерде өзінің андай подписчиктеріне сұрақ қояды. Қыздар бар ма дейді ғой, прикинь. Өзге елге келіп тұрып қыздар бар ма дейді ғой, короче. Ана сорлы маңға мүше қаптар. Иә, анау бар, мынау бар, қыздар бар дейді ғой, қазақ қыздарын ше. Олар сол қазақтың қыздарына, солармен ойнастыққа, солармен түнде біраз кайфовать етуге, соларды мазақ қылып видео түсіруге келген. Олар аналардан сұрап тұрған жоқ, қазақтың қандай, Қазақстанның әдемі жерлері бар, табиғаты бар, қыдыратын, туда-суда жүретін деп, қазақ қыздары бар ма деп сұрап тұр ғой. Олар Дағыстан, Чечняға барып өйтіп істей алмайды ше, өйтіп істесе жартысы аман қайтпайды ғой еліне, аяқ қолы сынып кетеді или өліп қайтады ғой. Олар біледі да қай жаққа бару керек екенін. Бірақ бізде өйтіп істейтін жігіттердің бәрін кетіп жүргенше. Қазіргі жігіттер анау жастардың түрі маңқа бәрі ше. Анау